әрдайым бір жаңағы істің күнә сияқты күнәлі істің бір бетпе-бет кездесіп қалған кезіңізде сізде екі таңдау жүреді. Ғайбат айтатын нәрсені, сол нәрсені айтайық, мысалы өсекті жаңағы айту үшін Алладан қорықпау керек. Бұл нақты нәрсе. Не? Алладан қорқып, оны айтпау керек. Сол кезде сіз таңдау жасайсыз. Сіздің таңдауыңызды қараңыз, асылы қандай. Сіз қазір не қорқуды таңдайсыз? Өсекті айтпай қояйық біз. Бірақ амалды айтайық бізге керек. Қорқуды таңдайсыз, не қорықпауды таңдайсыз? Болды. Қайсыны таңдайсыз? Қорқуды таңдасаңыз, өсек айтамайсыз. Әрдайым осы нәрсені өзіңіз көріп алыңыз. Қорқуды таңдау арқылы адам қорқуды үйренеді Алла Тағаладан. Қорқуды үйренгеннен кейін жүрек күндердің бір күні Алланың тәрбиелеуімен тез қорқатын жүрекке айналады. Өзі Құранда айтқандай, Мединалық сүрелердің бірінде айтады, Анфал сүресінде: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум" дейді. Шынайы муъминдер дегендеріміз тек мыналар дейді. Бәленбай 20 жылдан кейінгі тәрбиенің жемісі жаңағы аят. Егер Алла Тағала естеріне түсірілсе дейді, Алладан қорқ бауырым деп қараңыз. Жүрегі дірілдеп кетеді дейді. Бізде жоқ қой ондай әлі. Неге? Өйткені біз қорқуды таңдамаймыз біз істердің кезінде. Қорқу деген нәрсенің өзі осылай пайда болады, құрметті жамағат. Қорқуды таңдайсың, сосын қорқу өсе береді сізде. Сосын Алла Тағаладан қорқатын боласыз. Қорқу. Осы қорқу арқылы тоқтауды үйрену керек бізде біз. Басқа нәрсемен тоқтай бермейміз көптеген күнәлардан.